Алмаз Бапанов 8 жаста. Ол Жамбыл ауданында оқиды және тұрады. Кеше ғана оны облыстық балалар ауруханасына емделуге жатқызды. Ол таңертең көңіл күйінің болмағанын, мектеппен үйді сағынғанын айтты. Алайда Абылайхан резиденциясының қызметкерлері кішкентай пациентті қуанта алды. Мен ауруханаға гаймайтпен тостым. Бүгін тәтелер бізге қобыз нелерді көрсетіп жатты. Мен бүгін қобыз туралы оқыдым. Абылайхан резиденциясының қызметкерлері облыстық балалар ауруханасында балаларға арналған мәдени іс-шараларды үнемі өткізіп тұрады. Бүгін олар аурухананың емделушілеріне қазақ музыкалық аспаптарының тарихы туралы айтып берді. Іс-шара барысында домбыраға ерекше көңіл бөлінді. Бүгін облыстық балалар емханасында домбыра күй әміршісі деген тақырыбында іс-шара өткізілуде. Бұл іс-шараның ең басты мақсаты осы өскелең ұрпақтың бойына ұлттық аспаптар туралы білімді дарыту, ұлтжандылыққа тәрбиелеу, өз отанын сүюге дәріптеу. Осы іс-шара барысында біз өзімізбен домбыра, сонымен қатар қобыз, даңғыра аспаптарында алып келдік. Олар туралы айтып қана қоймай, сонымен қатар көзбен көрсету мақсатында алып келдік. Облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері емдеу мекемесінде емделушілердің іші пыспайтынын айтады. Бұл жерде олар өз сыныптастарынан білім алудан қалыс қалмайды. Бұнда ұстаздар балалармен жұмыс жасайды. Всегда наши дети. Біздің облыстық балалар ауруханасында стационарлық емделуде жатқан балалар осы іс-шараға қуана қатысады. Өйткені бұл өте қызықты, бұл өте танымды іс-шара. Тіпті аудандарда тұратын біздің ауруханада емделіп жатқан балалар бізде қандай мерекелер, іс-шаралар өткенін өз ата-аналарына, достарына, көршілеріне дейін айтып барады. Облыстық балалар ауруханасында бүгінгі күні 230 науқас ем алуда. Индира Хатқызы, Бақыт Темірғалиев, Первый Северный.